Әйелі жалға беріледі. Неліктен эскимостар жұбайларын басқа еркектерге жалға беруге қуанышты? Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Эскимостар үшін жұбайына бағынбау кешірілмейтін әрекет. Бұл мінез-құлық қарызды қайтармаудан да нашар деп саналады. Солтүстік халық адамдарының әйелін досына біраз уақытқа жалға беру әдет-ғұрпы өте ежелден келе жатыр. Ол эскимостың әлемге деген көзқарасын және осы халықтың күшті және сау ұрпақтарды көбейту қабілетіне теріс әсер ететін қатал өмір сүру жағдайларына бейімделуін көрсетеді. Эскимос әйелдерінің балалы болу сәттері өте қысқа мерзімде болады. Бұл кезеңде олар отбасын жалғастыруға қабілетті көп балаларды тууы керек. Дәл осы себепті қиыр солтүстіктің бұл тұрғындары әйелдерді жалдау тәжірибесімен айналысады. Бұл оларға бүкіл халықтың өмір сүруіне кедергі келтіретін мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Эскимостарда бұл халықтың өкілдері қайтыс болғаннан кейін өлген кемпірмен кездесіп, марқұмнан балалар туралы сұрайтыны туралы ежелгі аңыз бар. Егер марқұмның отбасында ұрпақтары болса, онда оның ата-бабаларымен кездесуіне болады. Әйтпесе, кемпір баласы жоқ эскимосты түбі жоқ көлге батырып жібереді. Егер эскимос әйелінің денесінің ұрпақты болу жүйесінде проблемалар болса, соның салдарынан ол бала көтере алмаса және туа алмаса, күйеуі әйелді досынан қарызға алуға толық құқығы бар. Егер ер адамның өзі бедеу болса, онда оның әйелі бала тууға көмектесетін ант берген ағасының қызметтерін пайдалана алады. Екі жағдайда да ақырында дүниеге бала келген кезде отбасында өз баласындай тәрбиеленетін заңды жұбайының ұрпағы болып табылады. Сондықтан мұрагерлікпен қоса барлық тиісті құқықтарға ие болады. Бұл жерде айта кететін жайт, эскимостарда некесіз бала сияқты таныс ұғым мүлдем жоқ. Бұл қоғамда әрбір баланың ата-анасы кім екеніне қарамастан әлемге құшақ жая қарсы алатындығымен түсіндіріледі. Эскимостардың қандық қатынасы ешқашан тексерілмейді, сондықтан күмәндануға болмайды. Эскимос басқа еркекке әйелді ұсына алады, тіпті егер әйел тек қыздар туса да. Бұл жағдайда отбасының мұрагері болу ниеті арктикалық шеңберден тыс басқа халықтарға тән және ерлі-зайыптылардың адалдығы деп аталатын тұжырымдамадан асып түседі. Эскимостар мұндай аспектілерге онша мән бермейді, ал қызғанышты халықтың әл-ауқатына зиян келтіретін лайықсыз иелену сезімі деп санайды. Сонымен қатар, зинақорлық деп аталатын іс эскимос қанын сұйылтуға мүмкіндік береді. Арктиканың адамдары бөлек топтарда өмір сүреді, сондықтан әрбір нақты елді мекенде бәрі қандас байланыстармен байланысты. Бұл жаңа туған нәрестелердегі генетикалық мәселелердің ықтималдылығын айтарлықтай арттырады. Басқа елді мекендегі эскимоспен жақындасу сау және күшті баланы дүниеге әкелуге мүмкіндік береді. Қысқа мерзімді некеге тұратын белгілі бір еркектермен ортақ қандық байланысы жоқ әйелдердің қоныс-таралық алмасу дәстүрі осылайша пайда болды. Мұндай уақытша одақ жүктілікпен аяқталуы керек еді. Дәл осындай себептермен қонақжайлық дәстүрі енгізілді. Ол қонақты үй иесінің әйелімен бірге түнеуге шақырады. Әйел алмасу дәстүрі эскимос халқының ішінде туысқандық байланыстардың қалыптасуына ықпал еткенін түсіну керек. Бұл әртүрлі елді мекендердің отағалар арасында беріктігі бойынша қандас байланыстармен салыстыруға болатын ерекше қарым-қатынастардың пайда болуына әкелді. Сонымен қатар, эскимостардың жұбайы бойынша достары көп болған сайын, ол өзінің тайпаластар арасында беделді болады. Ал осы көне әдет-ғұрыпқа немқұрайлы қараған отбасылар шеттетіледі. Қиындық туындаса, олар енді сырттан көмекке сене алмады. Сондай-ақ мұндай әйел серіктестіктері эскимостарға олардың заңды жұбайлары ұзақ сапарларда күйеулерімен бірге жүре алмайтын жағдайларда жиі көмектесетінін атап өткен жөн. Егер ер адам жорықта әйелдің көмегіне мұқтаж болса, ол жай ғана достарының біріне жүгініп, әйелін ертіп жүру үшін қабылдайды. Ол сапар барысында қожайын, көмекші және үй иесі рөлін атқарады. Содан кейін ол заңды күйеуіне оралады. Бұл ретте өзі жоқта жүкті болып үлгерген әйелге ерекше құрмет көрсетіледі. Осы видеоны аса лайк басып, арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.